Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ең оңай жасалатын пирогтың түрін жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттардың барлығы видеода көрсетілген. Барлық заттың құрамын описанияда қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз. Біздің жұмыртқамыз 2-3 есе ұлғаюы қажет. Ұндарыңызды алдын ала електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Осы ұнға 1 қасық разрыхлитель қосып дайындап қойғанмын. Міне жұмыртқамыз дайын. Енді осыған жылы сүтімізді, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұн мен какаоны қосып, 1 келкі масса дайындаймыз. Осы кезде пештеріңізді қыздырып, дайындап қоя берсеңіздер болады. Мен форманы майлап қойғанмын. Сіздер пергамент қағазын пайдалансаңыз болады. Өз еркіңізде. Мінекей біздің массамыз дайын. Осы массаны формаға құйып, қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламын. Осы пирогқа салма дайындаймыз. Оны сүт, шекер, сұйық май, какаоның көмегімен жасаймыз. Осылардың барлығын қосып, орташа отта какаомыз ерігіп, біріккенше қайнатып аласыздар. Содан соң піскен пирогтың үстіне құйып шығасыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат. Менің каналым ұнап жатса, лайк, коммент қалдырып тіркеле кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.